Біздің Айшатай Кореядағы садикке барып, Қазақстанға оралғаннан кейін осы ауылдағы садикке барған едің, е? Бірақ бізге ұнамады ол садик, сондықтан да біз шығарып алдық. Но не суть. Ол жайлы емес бұл видео. Біз енді үйдеміз қазір. Айша үйде біз максималды түрде уақытты пайдалы өткізуге тырысып жатырмыз. Бүгін бізде творческий беспорядок болып жатыр. Столымызды көрсетіп жіберейік, қараңыздар. Біз Hello Kitty'ді ойнап жатырмыз, қараңыздар. Күшті, мен өзіме қызық болып кетті. Қазір бітейік. Айша қуанып отыр. Біз көрсетеміз. Бізде творческий беспорядок, мына бәрін қырқып сурет салып отырмыз. Мынау автобус жүретін аялдамада Hello Kitty және оның достары автобус күтіп тұрады, я? Достар, сосын Hello Kitty'нің достарының аты кім? Иә, жазып жіберіңіздерші пікірге. Біз мына екі досының атын ұмытып тұрмыз. Тоқтайды мына жерден. Сөйтіп, Айша кіргізші ішіне. Есікті ашады. Мына жерін бүйтіп кесіп қойғанбыз, ана жерін, ішіне кіретін жер. Бүйтіп кіреді ішіне бәрі. Дүдің. Ішіне кірді бәрі. Көресіздер, достар. Сіздер өйстіп ойнасаңыздар болады демалыс кезінде. Достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Міне есік жабылды. Сөйтіп олар мектепке барады қазір. Ортаға. Алдына отыр. Кеттік. Кеттік. Мектепке келді. Түсеміз кән. Біреу шығады. Нақтан бітіп кіргіздік та мектепке. Сөйтіп ашқан кезде астынан міне отырды. Мама. Кітап оқиды енді, е? Қоясы алдына ішін. Давай. Ручкасы, е? Кітаптарын дәптерге жазып, сандар өтіпті бүгін, е? Енді тамақшысын, обед болды. Тамақтары, мінекей. Тамақтарын жеді, уже жинап жатырмыз тамақтарын, е? Енді болды. Өппері. Айша, қызық болып жатыр ма? Арза ғой, Айша. Назарларыңызға рахмет. Пока, достар.